тыңдармандар, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деп жетпеген жеңісіне, орындай алмаған арманына, артында қалған жастардың жететініне нық сенім білдіріп, Мағжан Жұмабаев айтып кеткендей, сол сенімді сөзбен емес, іспен көрсететін жастарымыз бүгінгі жарқын болашақ иесі, бүгінгі жас маман атты семинарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ендігі сөз кезегі жастарымызға берсек. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі семинардың бастауына құттықтаймын. Бүгінгі бізге берілген тақырып Google Classroom, яғни Google аккаунтты қолдану арқылы балалардың сабағын қандай техникаларын қолдана аламыз, сол жөнінде болатын. Қазір мен сіздерге осы Google Classroom'ды интернеттен бірден аккаунт ашып, осы жерде мінекей көріп тұрғандарыңыздай менде мына жерде сыныптар бар. Бұл мен алдында жұмыс істеген сыныптар, 7-ші Б сыныбы, барлық оқушылардың тізімі осы жерде сақталады. 6-ші сыныпқа мына жерден кіресіздер, мысалға 6-ші А сыныбы, 5-ші сынып деген сияқты сыныптар бар. Біз бұндай сынып кабинетті қалай ашып аламыз? Қайнезіңді сабақ жоспардың жасалу жолдары. Сіздерге берген осы таңдағандағы менің мақсатым мұғалімдерге сабақ жоспардағы үлгілерін таныстыру, әрдайым сабақ жоспардағы жасалу жолдары мен ережелерін таныстыру. Бірінші біз осы сабақтың мақсаты дегенде біз білімділік, дамытушылық, тәрбиелік деп алатынбыз. Ал қазір жаңартылған білім мазмұнына сай осы сабаққа қол жеткізген оқу мақсаттары дейміз. Яғни келесі біз қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрудағы смарт мақсат болады. Ол осы алдындағы мақсатқа басқа өзгеше ол смарт мақсат. Түсіндіруге отырған тақырып оқу процесін ұйымдастыруда цифрлық технологияларды қолдану. Цифрлық технология дегеніміз уақыт белгілейміз. Мысалы, мен сіздермен жұмысқа шығатын болсам, уақыт белгіленеді және платформа белгілі, барлығы нақты, бұл синхронды оқыту болып табылады екен. Ал асинхронды деп отырған электронды почта, мына біздің қазіргі WhatsApp-тан оқып жатқанбыз. Қазіргі кезде сабақты балаларға түсіндіру үшін ең бірінші қолданамыз видео дәрістерді. Ал видео дәрістер саны көп болғанымен сапасына байланысты әртүрлі. Енді қараңыздар, әдетте оқыту видеоларының 3 түрі болады екен. Бұл бірінші бейне сабақ, екінші бейне сөйлеу және синхроз. Олардың айырмашылығы не? Бейне сабақ ең алдымен бұл қысқаша оқыту ролигі. Әдіс оқу тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданылады. Ал тәсіл дегеніміз оқыту әдістерінің элементі жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін сабаққа аудару, оқушылардың мұғалімнің көрсеткен іс-қимылдарын қайталау, ақыл ой жұмыстары тәсілге жатады. Тәсіл белсенді формалары: топтық, жұптық, өзара оқыту сабағы, оқу ойыны, ұжымдық болып келеді. Екі адам 5 партиядан дойбы ойнайды. Әрқайсысы 5 рет жеңеді. Бұл мүмкін бе? Мүмкін емес деп ойлайсыздар, иә? Мүмкін шығар. Иә, өйткені олар әртүрлі адамдармен ойнайды. Келесі. Қандай сұраққа иә деп жауап беруге болмайды? Жауаптың қандай сұраққа дейсің ба? Иә, қандай сұраққа иә деп жауап беруге болмайды жауабы? Сіз ұстап жатсыз ба? Келесі ойынымыз ең жақсы қасиет деген ойын болып аталады. Мына жақта адамның аттары бар. Соны деген сіздер бір талай келіп аласыздар. Кімге кім түседі, бірақ айтпайсыздар. Мысалы, Құралайға мен түссем, Құралай мен туралы айтпау керек. Сіздерге ешкім екен. Ол менің бір қасиетімді айтады. Сипаттай, бұл жерде Райымбекті айта салайын. Райымбекті айтады, жан-жақты депші. Өнерге де қатысы бар, спортқа да қатысы бар. Соны адам табуымыз керек, ошақта отырғандарымыз. Жас мамандар, қош келдіңіздер. Сіздермен алдағы уақытта танысып жатамыз.
Енді тақырыбымды таныстырмас бұрын немістерге бір ерекше көңіл күй сыйлағым келіп тұр. Бүгін тақырып қорғаған жасмандар туралы. Көпсіздер ғой, ішінде сіздердің аттарыңыз жазып тұр, бірақ бір-бірлеріңізге келме. Енді осы семинардан қандай көңіл күй өздеріңізге мысалы алдыңыздар, қандай жақсы ақпарат алдыңыздар, немесе бір-біріңізге тілейтін тілектеріңіз болса, кімнің аты кімге түсті, сол адамға тұрып тілектеріңізді айтсаңыздар. Саған творчестволық табыс тілеймін. Жұмысыңа тек қана сәттілік, өзіңнің жұмысыңның жемісін көр. Мақсаты негізі біз мұғалім болғаннан кейін алдымызда отырған әрбір оқушы жеке бір тұлға екенін ұмытпауымыз керек. Сол себепті тек қана оларға білім беріп қана қоймай, олардың да өздерінің жеке жаңағы ішкі жан дүниесін ашу ол біздің де міндетіміз. Сол себепті бүгінгі тақырыбым оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың жаңағы маңыздылығы деп алып отырмыз. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім деп ұлы жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, тәуелсіз еліміздің келешекте дамыған елдердің қатарында терезесін тең ететін білім. Ал біздердің мақсатымыз оқушыларды өздігінен білім алуға жетелеу және алған білімдерін өмірде қолданатын күйреу болып табылады. Ойымыз жаңа айтып өттім ғой, ақтөбеге сондай бір жақсы бір көңіл күй сыйлады, иә, шынымен кәмпиттер жедік, тілектер айттық. Енді бұл соның бір жалғасы болсын. Бұл гүлді, мысалы, қазір мен сізге өзімнің кәдімгі шынайы тілегімді сіз өзіңіздің тілегіңізді айтасыз, иә? Сөйтіп тілектеріңізді айтып, ойыңызды айтасыз. Түсіндіңіз, иә? Шарттан түсінікті ғой. Мунира, сізге осы жаңа оқу жылының басталуымен шынымен құттықтаймын. Тіпті уже бірінші тоқсан аяқталып жатыр. Әне дегенше. Келесі 90-дан бастап жалпы осы оқу жылында сізге тек қана жұмысыңызға табыс, отбасыңызға бақыт береке тілеймін. Сәттілік. Енді қараңыздар, менің қолымда өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай шарт, осындай бір шарт. Мына жерде бұл лабиринт деп аталады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерге мынаны мысалы біз тырысамыз дәл осымен жүргізуге. Мынаумен жүргіземіз. Мысалы, мына жерде құлап бара жатқан кезде Мунира, сіз көтеріп, яғни былай қарай құлап кетпеуіне жол бермейсіз. Жақсы ма? Мына жаққа келе жатқан кезде Жаннат апай, сіз бұл дегеніміз қазір ойнап болғаннан кейін мен сіздерге бұның жалпы мағынасын, смысл деп айтады ғой, соны түсіндіріп өтетін боламын. Жақсы ма? Дайынсыздар ғой, иә? Ал кеттік, бисмилла. Бұл жердегі мақсатымыз біз жас маман болғандықтан кез келген мысалы өзіміздің сабағымыз болсын, немесе басқа да бір жаңағы жағдайлар болсын, қоғамдық шараларға, мектептегі шараларға мысалы үлгере алмай жатқан кезде, немесе жаңағы кейде білмей жатқан кезде, шалыс басып қателесіп жатқан кезде бір-бірімізді бүйтіп демеп, тура жолдан шығармай, ауызбіршілігімізді танытып, бірімізді үнемі қолдап жүру деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі семинарымызды қорыта келе, жас ұстаздардың біліктілігін, жан-жақты өзінің кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында олардың іскерлік, мәдениеттілікке, өзінің кәсіби білігін жауапкершілікпен қарауға, бар күш-жігерін жұмсауға баулудамыз.
Сіздерге жас маман сәттілік тілеймін.